Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыз 10 сынып геометрия пәні номер 5 сабақ. Сабақтың тақырыбы түзулер мен жазықтықтардың өзара орналасуы. Сіздерге қойылған мақсат түзулер мен жазықтықтардың арақашықтығы туралы түсіну, түзулер мен жазықтықтардың арақашықтығы туралы білімдерін пайдаланып есептер шығару. Жетістік критериялары: түзулер мен жазықтықтардың арақашықтығы туралы түсінеді, түзулер мен жазықтықтардың арақашықтығы туралы білімдерін пайдаланып есептер шығарады. Түзу мен жазықтықтың параллельдігі дегеніміз ол не? Анықтама: бірде-бір ортақ нүктелері жоқ түзу мен жазықтық параллель болады. Суретте көріп отқандарыңыздай жазықтық салынған альфа бұрышымен белгіленген және де кез келген түзу А әріпімен белгіленген. Бұл екі түзу мен жазықтықтың өзара орналасуы ол параллель орналасқан, бір-біріне қарама-қарсы. Келесі: түзу мен жазықтықтың параллельдігінің белгісі. Егер жазықтыққа тиісті емес түзу осы жазықтықтағы қандай да бір түзуге параллель болса, онда бұл түзу сол жазықтықтың өзіне де параллель болады. Жаңа айтып өткеніміздей, жазықтықпен бізде түзу параллель болды. Сол жазықтықта салынған Б түзуін алайық кез келген. Сол түзу жаңағы А түзуіне ол да параллель болады. Көріп отқандарыңыздай суретте бейнеленген. Түзу және жазықтықтың өзара орналасуы. Түзу және жазықтық. Ортақ нүктелері бар, бір ортақ нүктесі бар, қиылысады. Ортақ нүктелері жоқ, параллель болған кезде. Бірден артық ортақ нүктелері бар. Түзу жазықтықта жатыр. Егер түзуіміз жазықтықта жатқан кезде олардың бірден артық ортақ нүктелері болады екен. Келесі: түзулер және жазықтықтар перпендикулярлығы. Анықтама: егер түзу жазықтықта жатқан кез келген түзуге перпендикуляр болса, онда ол түзу жазықтыққа перпендикуляр болады. Теорема: түзулер мен жазықтықтардың перпендикулярының белгісі. Егер түзу жазықтықта жатқан қиылысушы екі түзуге перпендикуляр болса, онда бұл түзу осы жазықтыққа да перпендикуляр болады. Яғни суретте көріп отқандарыңыздай жазықтық белгіленген және сол жазықтықтың бойын А түзуімен кескен кезде ол бізде осы жазықтыққа перпендикуляр жатыр деп есептеледі. Перпендикуляр ол бізде 90 градусты береді. Суретте көріп отқандарыңыздай перпендикуляр белгісі көрсетілген. Бірінші тапсырма: айқас А және Б түзулері берілген. Олардың біреуі арқылы екінші түзуге параллель жазықтықты қалай салуға болады, қалай салу керек. Оны сіздер өз дәптерлеріңізге сызып өтесіздер, қалай олардың біреуі арқылы екінші түзуге параллель жазықтықты қалай салу керек екенін дәптерлеріңізге салып көрсетесіздер. Дәптерімізге салайық. Жақсы, келесі жаңағы сіздердің салған суреттеріңізге жауап. Егер сіздерде де осылай сурет шықса, онда сіздер дұрыс салдыңыздар деген сөз. Шешімі: Б түзуінің бойындағы нүкте арқылы А түзуіне параллель А штрих түзуін жүргіземіз. Суретте көріп отқандай. Содан кейін алынған қиылысатын түзулер арқылы
жазықтық жүргіземіз. Жазықтық салынған альфа бұрышымен белгіленген және ол екінші түзуге параллель болады. Суреттеріңіз дәл осылай шықса, онда сіздер суретті дұрыс салдыңыздар деп есептеледі. Жақсы, келесі. Төртбұрышты SABCD пирамида табанында параллелограмм жатыр. SAB және SCD жазықтықтарының қиылысу түсуі мен ABCD табан жазықтығы қалай орналасқан? Суретке қарап отырып, сіздер дәптерлеріңізге жауап беріңіздер. Сұрап тұрған сұрақ бойынша жазықтықтардың қиылысу түсуі мен табан жазықтығы қалай орналасқан? SAB және SCD жазықтықтары табан жазықтығына қалай орналасқанын жазасыздар. Параллель ма, әлде перпендикуляр ма? Дәптеріңізге сызып, көріңіздер қалай орналасып жатқанын. Суреттен қарап жауабын жазуға болады. Дәптерімізге сызайық, жазайық. Жақсы, болсаңыздар жауабын көрейік. Жауабы ол бізде параллель орналасқан. Келесі. Енді бекіту сұрақтары. Сұрақты көшіріп жазбаймыз. Мен оқимын, сіздер жауабын жазыңыздар. Бізде бұл жерде екі-ақ жауап, я немесе жоқ деген жауап. А және ә деген екі нұсқа бар. Онда дәптерімізге тек қана жауабын жазамыз. Бірінші сұрақ. Бір жазықтыққа параллель екі түзу өзара параллель деген тұжырым дұрыс па? Сіздер жауабын жазыңыздар. А немесе ә, я немесе жоқ деген жауап. Дәптерге жазайық. Бір жазықтыққа параллель екі түзу өзара параллель деген тұжырым дұрыс па? Я немесе жоқ. Дәптерге жауап берейік. Жақсы, келесі екінші сұрақ. Жазықтыққа параллель түзу осы жазықтыққа жатқан кез келген түзуге параллель деген тұжырым дұрыс па? Я немесе жоқ. Дәптерге жауап береміз. Келесі үшінші. Егер түзу жазықтықтағы екі түзуге перпендикуляр болса, онда ол осы жазықтыққа да перпендикуляр бола ма? Егер түзу жазықтықтағы екі түзуге перпендикуляр болса, онда ол осы жазықтыққа перпендикуляр бола ма? Я немесе жоқ. Белгілік. Келесі төртінші. Түзу жазықтыққа параллель. Осы түзу жазықтықта жатқан қандай да бір түзуге перпендикуляр болуы мүмкін бе? Түзу жазықтыққа параллель. Осы түзу жазықтықта жатқан қандай да бір түзуге перпендикуляр болуы мүмкін бе? Я немесе жоқ. Дәптерімізге өз бетімізше жауап берейік. Келесі соңғы сұрақ. Екі параллель түзудің бірі жазықтықта параллель. Екінші түзуде осы жазықтыққа параллель деген тұжырым дұрыс па? Я немесе жоқ. Дәптерімізге жауап берейік. Жақсы, бекіту сұрақтарына жауап берсек, онда бүгінгі өткен тақырып бойынша сіздерге түсінікті болса,
тақырыпты түсінсеңіздер, онда жақсы, сау болыңыздар.